Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді дайындалатын, пеште пісетін керемет пирожкидің рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысқа жылы сүт, оның үстіне су құямыз және де қант пен тұз салып, венчикпен араластырамыз. Ал енді құрғақ ашытқы салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан соң сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны 1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып, көтерілуге қоямыз. Ал енді салмасын жасаймын. Мен бірінші барлығын пісіріп аламын, қуырып. Майға пияз бен картопты қуырып аламын. Одан соң салмасы мол, дәмді болсын деп, суда піскен бауырды үккіштен өткізіп, қосып қуырамын. Одан соң тұз бұрышын дәміне қарай саласыздар. Негізі салмасы өзіңіздің қалауыңызша қоса берсеңіздер болады. Біздің қамырымыз көтерілді, енді оны жаятын боламыз. Содан соң осындай формада дөңгелетіп кесіп шығамын. Енді салмасын салып, біздің пирожкилерімізді жасаймыз. Енді пирожкилеріміздің бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Одан соң пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирожкилеріміз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.